Сәлем достар, өзімнің басымнан өткен оқиғамен бөліскім келеді. Өйткені көп қазір жағдайда дұрыс диагноз қоймағандықтан көп адамдардың ауру асқынып немесе дұрыс емдемеудің арқасында осындай ситуациялар айналамда өте көп кездесіп жатыр. Сонымен бөліскім келіп жатыр. Стористі соңына дейін тыңдасаңыздар болады. Осыдан бірнеше жыл бұрын болған мен басымнан өткен жағдай, науқастанып қаламын, яғни менің мочаммен бірге қан кете бастайды, тоқтамайды, неге екенін білмеймін. Бұл жағдай мені қатты алаңдатады. Барып тексерілемін, анализдер тапсырамын, МРТ өтемін, бірақ ешкім себебін анықтай алмайды, дұрыс диагноз қоймайды, емдеп шығамын, бірақ сол нәрсе менен тоқтамайды. Үнемі сондай нәрсе мазалайды. Сонымен анемия басталады, әлсіздік деген сияқты сондай симптомдар көбейе бастайды. Бармаған дәрігерім жоқ, жатпаған больницам жоқ, ешкім себебін анықтай алмайды, неге екенін білмейді. Ақыр аяғында мені бұл аутоиммундық ауру деп, жаңағы иммунодепрессанттар деді, өте ауыр дәрі екенін білесіздер. Соған отырғызамыз деп келіседі, бірақ бұл жерде дұрыс емес екенін білемін. Бірақ мен қарсы боламын. Сонымен есіме өзіміздің профессорымыз бар, сабақ берген Галимурзина Балқия Сағатовна ең соңғы үмітім сол есіме түседі, сол кісіге барамын. Ол кісінің жеке қабылдауына барамын. Сол кезде ол кісі менің МРТ ешқандай анализдеріме де қараған жоқ. Алдыда 1 сағат ол кісімен бәрін тексерді, қолымен ұстады, ішімді басты деген сияқты 1 сағат сұрап, соңында менің ауруымның себебін анықтады. Сонымен бір ғана дәріні берді, содан рекомендация берді, соны орындадым, мені 1 аптаның ішінде аяққа тұрғызды. Енді себебіне келетін болсақ, сол кезде менің бүйрегім бар болғаны төмен түсіп кеткен, содан мочеточник деді ғой, иіліп, моча в виде мясного помоя деді ғой, сондай түсте боялып кеткен бұның бәрі. Мен сол кездегі енеміз қайтыс болғаннан кейін атамыз үйленгенше біз ауылда тұрдық. Сол кезде өзім салмағым сол кезде арықпын, 40 килограмм, сол кезде ауыр шелектер көтереміз, ауылдың жұмыстарын білесіз ғой. Сондай ауыр тірліктер істегеннен, ауыр көтергеннен бүйрегім төмен түсіп кеткен. Сонда рекомендация береді, 3 килограммнан артық көтеруге болмайды, және толу керек деген сияқты дәрілер берді. Соны ішкеннен кейін менде бәрі жақсы болды. Профессорымыз Галимурзина Балқия Сағатовнаға үлкен рахметімді айтқым келеді. Бізге сабақ берген, бізге үйреткен, дұрыс анамыз жинай білу деді ғой, адамның ауру тарихы қалай басталды, дұрыс сұрақ қоя білу, анамыз жинай білу арқылы адам диагноз қоя біледі. Қазіргі адамдардағы көп қателік осы: адамдарды тыңдай білмейміз, дұрыс сұрақ қоя білмейміз. Соның қателігінен адамдар дұрыс диагноз қойылмағандықтан қазір керісінше адамдардың денсаулығына нұқсан келіп жатыр. Кісінің осы методы маған әлі күнге дейін осы психологияда да көмектесіп жатыр. Адамдарды тыңдай білу, өте мұқият тыңдай білу, дұрыс сұрақтар қоя білу, сұрақтар қою арқылы осы келген мәселесінің түбір себебін анықтау. Сізде қалай, осындай өміріңізде ситуация болды ма? Дұрыс диагноз қоймады, керісінше сіздің денсаулығыңызға нұқсан келтірген жағдай болды ма?